Мантықта ғалымдарымыз айтады ғой, қай жерде егер құран хатын оқылатын болса, сол жердің дастархан өзінің ақысы бар. Ол дастархан ақысы не десе, ол жерде бірінші Аллаға мақтау, пайғамбарымызға салауат айту. Яғни кішкене уағыз айту дейді. Кішкене не болсаңыздар, кішкене уағыз айтсақ, дегенмен ауызашар, қазір қасиетті Рамазан айы, кішкене көп созбай біраз. Құранда Алла тағала айтады ғой, ескерт, өйткені ескерту мұсылман адамдарға пайда береді дейді. Құранда да Алла тағала айтады ғой, адам баласы сонда бір ұмытшақ болып жаратылған дейді. Келе енді уағызымызда естіп жатамыз, келе сондай бір нақыл сөздерді естіп жазып алсақ та, бірақ есімізден келе шығып қала беретіні бұл ақиқатына көз есептеледі. Енді қасиетті Рамазан айы бұл мұсылман адамның негізгі бір сондай асыға түсетін сондай бір ай бойы мұсылман адамға негізі мейрам ай деп айтып жатады. Рамазан айы бұл Құран айы, Рамазан айы бұл бір-біріне кешірім беретін ай. Адам баласы, мұсылман баласы бір-біріне сондай бір жақсылықтар тілеп, араздасқан адамдар болса бір-бірімен достасып, жаңағыдай бір-біріне үйлеріне барып, жаңағыдай бір-бірінен дастархан жайып, ауызашар жасап жатады. Сондай бір бұл Алланың сондай бір мейірімділік айы болып есептеледі екен. Дегенмен де Алла тағала бұл мұсылманшылықты жалпы ислам дінін 5 негізге құрап жаңағы адам баласына үйреткен екен де. Соның ең біріншісі осы бұл иман деп есептеледі. Иманның өзінің тармақтары бар, иманның өзінің 7 тармақтары болады. Екінші орында Алла тағала осы 5 уақыт намазды ислам дінінің екінші тірегі мұсылман баласына қойған екен. Үшіншісі осы қасиетті Рамазан айында осы 30 күн бойы ораза ұстау осы ислам дінінің үшінші тірегі болып есептеледі. Төртіншісі шамасы келген адам жылына бір зекетін беріп жатады. Шамасы келген адам өмірінде бір лез болсын Алланың үйіне Меккеге қажылыққа барып жатады. Бұл ислам дінінің 5 негізден құралатынын бізге ғалымдарымыз осылай түсініп кеткен екен. Жалпы мына заман сондай заман, қазір енді мына интернет деген нәрсе көп дамыған заман, қазір ақпараттық тез алуға да болады, қазір сондай бір заман болып тұр ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтыпты ғой, сондай бір замандар келеді, адам баласына осы мұсылманшылық дінін ұстану қолына шоқ ұстаған сияқты болатын замандар болады деген екен. Соған қазір негізі ақырындап келе жатыр екен, былай қарайтын болсақ. Оған енді факторлар да, себептер де көп. Бірақ та бір адамдар енді Аллаға сену мүмкін, бір адамдар сенбеу мүмкін, бір адамдар айту мүмкін, мен атеистпін деп айту мүмкін, бір адамдар мен тәңіршімін деп айту мүмкін, бір адамдар біздің қазақ аруаққа табынған, көп тәңіршіл болған, бұл мұсылмандарға, бұл арабтардан енген дәстүр деп айту мүмкін. Сол сөйтіп айтатын адамдардың көпшілігі бұлар ұлтшылдықты, яғни бетперде болады да, ешқандай білімсіз Алланың дініне тіл тигізіп жатқан адамдар күні-түні. Бірақ та Аллаға шүкір, біздің сонау Құранды айтпасақ та, сонау хадисті айтпаған өзінде де біздің бабаларымыздың, сондай дана бабаларымыздың өсиет өлеңдері көп. Осы мұсылманшылық нақышта бізге өсиет етіп кеткен тарихтан сонау 15 ғасырда да айтылған, 16 ғасырда да сондай діни сарындағы бізге ұрпақтарға өсиет болып кеткен жаңағы өлеңдерін біз көре алады екенбіз. Енді соның бір өлеңді айтады ғой, мына Абылайхан бабамыздың жаңағы ең жақын кеңесшісі болған ең сенімді адамы ол Бұқар Жырау бабамыз. Бұқар Жырау бабамыз, Алла рахметін алсын, бабамыздың жанын жәннатта етсін. Бұқар Жырау бабамыздың мына өлеңдері көп қой, діни сарындағы өлеңдері көп. Сонда мына бір өлеңді айтады ғой, бізден айтамыз ғой, мына Рамазан айы бұл кешірім айы, бұл деген тілек айы деп. Негізі осы Рамазан айында негізі тілекті өте көп айту керек екен мұсылман баласы. Дастархан басында ма, үйде ма, Құран оқып, және де Құраннан кейін де тілек айтып жатады. Сол Бұқар Жырау бабамыз былай деп айтқан екен де, бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа дейді. Екінші тілек тілеңіз Әзәзіл пасық жалымның тіліне еріп азбасқа дейді. Үшінші тілек тілеңіз үшкілсіз көйлек кимеске дейді. Төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа дейді. Бесінші тілек тілеңіз 5 уақытта 5 намаз, біреу қаза болмасқа дейді. Осы өлеңдерді біз қарайтын болсақ, бабаларымыз 5 уақыт намаз оқуға шақырған екен сол заман өзінде де. 5 уақыт намазын қаза болып қалмасыншы деп Алладан тілек тіле деп жатыр бабамыз. Көрдіңіз бе? Бұл бабаларымыздың осы мұсылманшылықты
қазақстанып осы сара жолмен дәстүрмен екеуін қатар алып жүргендігін бізге білдіреді екен. Енді бұл қасиетті Рамазан айында Алла Тағала мұсылман адамның дуа тілектерін, жасаған ғибадат құлшылықтарын басқа айлардан қарағанда қабыл ететін ай болып есептеледі. Бірақ адам баласының ұстаған оразасы, пайғамбарымыздың бір өсиетінде айтады ғой, егер адам ораза ұстаушы адам, егер ол өсегін айтуды тоқтатпаса, өсек тыңдауды тоқтатпаса, біреудің сыртынан жамандауды тоқтатпаса, ораза ұстаған адам деп жатыр. Алла Тағала онда оның таңертеңнен кешке дейін ұстап жатып аш жүргенін Алла Тағала қарамайды дейді. Ол адам тек қана ашығып жүр дейді. Оны ғалымдарымыз түсіндіреді ғой, ораза ұстаушы адам жаңағыдай аш жүрумен, су ішпеумен қатар өзінің жаңағы жан дүниесімен де ұстау керек. Біреуді жамандаудан, біреуді өсектерден, өсек айтудан ең ауыр күнәлардың бірі болып негізі осы есептеледі екен шариғат бойынша. Мына кейде Алла Тағала мына мұсылмандарды біреудің сыртынан жамандаудан негізі қайтарады. Ол туралы Құранда негізі өте ауыр аят бар екен. Біз кейде мән бермейміз, бір адам сыртынан кейде сөйлеп жүреміз, кейде былай енді айтып жүреміз, бірақ та оның күнәсі өте зардабы да ауыр болып келеді екен. Құдай сақтасын. Өйткені апаларымызда бұрын көрдік қой, апаларымыз айтып отырды, ғайбат жасамай, ғайбат жасаудан сақтаныңыз ораза кезінде деп. Алла Тағала айтады, біреуді біреу сыртынан жамандамасын дейді. Біреуді біреу сыртынан ғайбаттамасын. Сендердің біреулерінің өздерінің өмірден өткен, өлген бауырларын етін жегенін жақсы көресіңдер ме дейді. Сөйтіп сондайға күнәсі сондайға теңестіріп отыр екен да, біреуді сыртынан ғайбаттау, бұл ең үлкен ауыр күнә екен. Қияметтің күні Алла Тағала сол ғайбаттаушы адамның желкесінен тілін шығарып қояды деп те келеді. Ол тек қана енді қорқыту емес. Қазір көп жерде айтып жатыр ғой, мына молдалар қайда барсақ та ол тозақты айтады, осы өлімді айта береді деп. Ол Алла Тағала пайғамбарымыз айтады ғой, пайғамбарымызды сені адам баласына қорқыту үшін және қуандыру үшін жібердік дейді. Бір аятта айтады: "Уама арсалнака илля рахматан лил аламин", сені адам баласына мерхамет етіп, сондай рахмет етіп жібердік деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Енді бір адамдар, мен бағана жоғарыда айтып өттім, бір адамдар енді тәңіршіміз деп отыр ғой қазір, бір адамдар атеистпіз деп отыр. Бірақ та Алла Тағала Құранда бізді бірақ мақсатта ғана жаратқан екен адам баласын. "Вама халақтул джинна вал инса илля лиябудун" деген Құранда аят бар екен. Мен, Алла Тағала, бұл Құдайдың сөзі. Құдай Құранда осылай айтады: "Мен адамзат пен жындарды өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым" дейді. Құлшылық ету үшін ғана жараттым дейді. Бірақ та адам баласына бізге Алла Тағала екі жолды көрсетіп қойды. Біреу тура жол, біреу қисық жол. Сол жолды өзің таңда деп Алла Тағала алдымызға қойып қойған екен де, ол әрбір адамға қатысты нәрсе. Қаласа адам Алланың түзу жолымен жүреді, қаласа қисық жолмен жүреді. Дінде зорлық жоқ. Шариғатымызда біреу намаз оқымаса ол кәпір, біреу ораза ұстамаса ол кәпір деген жері жоқ. Онда өте далбаса нәрсе. Біреу басына орамал тартып, оны мына деген ол мұсылман емес деген нәрсе жоқ. Алла Тағала біздің мына сақалымызға, киімімізге, орамалымызға бірінші қарамайды екен. Алла Тағала бізді бірінші жүрегімізге қарайды. Жүрегіміздің тазалығына. Жүректің тазалығы деген не нәрсе? Тек қана қазір кейбір кісілер айтып жатады, мен жүрегім таза деп. Ондай жүрек таза адам ешқашан айғарламайды, мен жүрегім таза деп. Жүректің тазалығын Алла Тағала ғана білуші. Құранда аят айтады: "Сендер қай жерден сөздеріңді жасырсаңдар да, жария етіп айтсаңдар да, немесе іштеріңде жүректеріңді жасырсаңдар да, иннаху алимун бидати суdur." Алла Тағала сендердің жүректеріңде не жатқандарын біледі дейді. Алла Тағала сендердің жүректерінде не жатқанын біледі дейді. Құранда бір аятта айтады: "Кімде-кім тозаңның түйіріндей біреуге жақсылық жасайтын болса, оны көреді" дейді. Алла Тағала соның есесін береді ертең қияметте. Кімде-кім тозаңның түйіріндей біреуге жамандық жасайтын болсаңыз, соның күнәсін өзің тартасың дейді. Соның зардабын әлбетте Алла Тағала тартқызамын дейді. Өйткені бұл өмірде Алла Тағала адам баласына бүйтіп есептестіріп қойды екен қияметтің күні. Біз енді жоғарыда айттық қой жаңа иман деп. Иман мәселесінде бұл өзі 6-7 жасқа бөлінеді ғой. Сол иманның ең біріншісі Аллаға иман келтіру, және жан-тәнмен Алланың барлығына, бірлігіне сену деп келеді.
Екінші Алланың кітаптарына сену, ең соңғы кітабымыз осы Құран кітап. Үшінші Алланың періштелеріне иман келтіру. Төртінші Алланың пайғамбарларына сену. Бесінші бұл Алланың тағдырына сену. Қазақша айтады ғой, жазмышын өзін шоқтап түйсеп, Алла Тағала әрбір адамға тағдырын белгілеп қойған екен. Алтыншы бұл қиямет күніне сену деп келеді. Яғни қиямет деген сөз аударатын болсақ, бұл тұру деген мағына екен де, ол не тұру деген сөз? Алланың алдында, Алланың соты болған күні осылай тік тұрып Алланың алдында жауап беретін күн деп келеді екен. Өйткені мына атеистерде, тәңіршілерде айтып отыр ғой қазір. Өмір сүресің, жеп ішесің, ойнап күлесің, бала шағаны көбейтесің, малын көбейтесің, сонымен өмірің бітті, өлдің болып кеттің. Ол жақта шынқыртпен жоқ деп отыр ғой, бірақ негізі олай емес екен. Негізі сәпсіз мүлдем олай емес. Алла Тағала бізге өмір берді, сол өміріміз үшін ертең жауап беретін күн алдымызда тұр екен. Өйткені еш нәрсе өзінен өзі пайда болған емес. Еш нәрсе өз-өзінен пайда болмайды. Сода осы 18 мың ғаламды жаратқан Алла Тағала адам баласын негізі бәрімізді босқа жаратпаған екен, құрметті жамағат. Өйткені ертең осы бұл өмірде істеген ісіміз үшін, сөйлеген сөзіміз үшін ертең Алланың алдында есеп беретінімізді ұмытпайық деп бізге ғалымдар солай түсіндіреді иншалла. Енді мына сөзім соңында айта кетсем, енді Алла Тағала оразаларымызды қабыл етсін. Алла Тағала осы қасиетті Рамазан айында ұстап жатқан оразамызды, дұға тілектерімізді, жақсылықтарымызды Алла Тағала қабыл етіп, өмір жастарымыз ұзақ болсын иншалла. Бүгінгі жайған дастархан тасқын бауырым апай, Алла Тағала дастархандарыңыз үнемі осы жақсылыққа жай нәсіп етсін иншалла. Бала-шағаларыңыз қызын көріңіздер. Енді бұл өмірде енді қарты бар үйдің қазасы бар дейді ғой. Осы міне үлкен апаларымыз, аналарымыз аман болсын. Алдында міне көктем айы ғой, кеше міне бәріміз білеміз. Біз халықаралық 8 наурыз әйелдер мерекесі өтті міне. Соны енді аналарымыз аман болсын. Алдымызда міне үлкен мейрам, 22 наурыз мейрамы келе жатыр. Қазақтың мұсылман мейрамы, жаңа жылымыз деп айтсақ болады. Енді барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Келесі Рамазан айында төрт құбыларыңыз түгел, аман есен, жақсылықта, осындай мол дастарханда кездесіп отыра беріңіздер. Рахмет, Аллаға. Çay içinize, cip içinize.